Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы майлар, майлардың құрылысы. Оқу мақсаты: майлардың құрамы мен құрылысын білу. Бағалау критерийі: майлардың құрамы мен құрылысын сипаттайды. Майлар дегеніміз 3 атомды спирт глицерин мен жоғары бір негізді карбон қышқылдарынан түзілген күрделі эфирлер. Майлардың жалпы формуласы. Майлардың физикалық қасиеттері: майлар суда ерімейді, тығыздығы 1 грамм бөлінген сантиметр кубтан төмен, қайнау температуралары төмен, сілті немесе нәруыздің қатысында эмульсия түзеді. Майлы эмульсияның мысалы ретінде сүтті атауға болады. Майлар органикалық еріткіштерде жақсы ериді, суда ерімейді. Майдың құрамында қаныққан карбон қышқылы қалдығы көп болған сайын, оның қату температурасы жоғары болады. Тағамдық май түрі: шығу тегіне байланысты өсімдік және жануарлар майлары, бөлме температурасындағы агрегаттық күйіне байланысты қатты және сұйық майлар, май молекуласындағы майлы қышқылдардың түріне байланысты қаныққан және қанықпаған майлар деп бөлінеді. Майлардың жіктелуі: майлар өсімдік тектес майлар және жануар тектес майлар болып бөлінеді. Өсімдік тектес майларға барлығы сұйық, кокос майынан басқасы жатады. Жануарлар майына барлығы қатты және балық майынан басқаларының барлығы қатты майлар. Құрамында майлардың мөлшері көп болатын рапс, соя бұршақтары, зәйтүн, жержаңғақ, күнжіт, кокостар және какао секілді өсімдіктерден майлар алынады. Көпшілік майлар бөлме температурасында сұйық болып келеді. Жануарлар майларының барлығына жуығы қатты немесе жартылай қатты болып келеді. Сиыр сүтінен алынатын сары май, қой, жылқы тағы басқа жануарлардың майларында тағамдық өнім ретінде тұтынады. Майлар құрылымы бойынша қаныққан және қанықпаған деп бөлінеді. Қаныққан майларға май қышқылдарының көмірсутек тізбегінде қос байланысы болмайтын заттар жатады. Қанықпаған майлар көмірсутек тізбекте кемінде бір немесе бірнеше қос байланысы бар май қышқылдарынан тұратын майлар. Мысалы, бір қос байланысы бар май қышқылы алеин қышқылы, 2 қос байланысы линол қышқылы, 3 қос байланыс линолейн қышқылы. Қатты майлар негізінен қаныққан майлардан тұрады, ал сұйық майларда әдетте қанықпаған майлардың үлесі жоғары болады. Майлардың химиялық қасиеттері: майлар ұшқыш емес, қыздырғанда ыдырайды, күйе түзіп жанады. Майлардың гидрлеу, гидрогенизациялау: сұйық майды гидрлеп қатты майға айналдыруға болады. Майлардың гидролизі: бұл реакцияны сабындану реакциясы деп атаймыз. Сабын жоғары карбон қышқылдарының натрий және калий тұздары. Сабақты бекіту: майлардың құрамы мен құрылысы үшін дұрыс болып табылатын тұжырымды көрсетіңдер. Егер тұжырым шын болса, құстұмсық белгісін, ал егер тұжырым жалған болса, X белгісін қойыңыздар. Дұрыс жауабын тексеріңдер. Келесі тапсырма: реакция өнімдері мен реакцияның типін көрсете отырып, төменде берілген кестені толтырыңдар. Балалар, кестені дұрыс толтырды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.
Хош, сау болыңдар.